Саламатсыздар ма әріптестер, мен номер 265 негізгі мектебінің мұғалімі, математика пән мұғалімі Абдинагиев Дастан. Бүгін мен сіздерге математика логика факультатив курсының бағдарламасын таныстыруға қуаныштымын. Бұл бағдарлама 5 сынып оқушыларына арналған, олардың математикалық ойлауын дамытуға бағытталған. Бағдарламаның мақсаты оқушылардың теориялық білімін нығайтуға, шығармашылық қабілеттерін жетілдіруге, сонымен қатар математика ғылымына деген қызығушылықтарын арттыру. Курстың мазмұны математикалық логиканың негізгі ұғымдарын түсіндіруге, түрлі логикалық және олимпиадалық есептерді шешу дағдыларын дамытуға негізделген. Бағдарламаның міндеттері оқушыларды математикалық тұжырымдар мен формулаларды терең түсінуге үйрету, логикалық есептерді шешу арқылы математикалық қабілеттерін дамыту, теориялық білімді практикалық тапсырмалар арқылы бекіту, олимпиада есептерін шешуге дағдыландыру. Бағдарлама негізгі 3 бөлімнен тұрады. Математиканың шығу тарихы бірінші бөлім, екінші бөлім математикалық тарихи есептер, үшінші бөлім теңдеу құруға есептер шығару. Қорытындылай келе, бұл курс оқушылардың логикалық ойлауын дамытып, математикаға деген қызығушылығын арттыратын маңызды бағдарлама деп есептеймін. Назарларыңызға рахмет.